Қыздың қабағында құт бар, қыз күлімдесе құт келеді деген тәмсіл бар. Біз мың өліп мың тірілген қазақпыз ағайын. Қазақ әдебиетінде 20 ғасырдың басында бүкіл алашты елең еткізген тұңғыш психологиялық роман дүниеге келді. Улы сиямен жазылған шығарма оқырманның сай сүйегін сырқыратты. Қызылдардан қашып қару асынған ақтың әскерлері қазақ ауылдарын шауып ойына келгенін істеді. Қаншама тағдырлардың талқаны шықты. Бар жоғы 15 жастағы Мамырбайдың ақ білегі аузы түкті кәпір орыс офицерлерінің қолына түсіп, қорлық зорлық көрді. Жас тәнімен ойнады. Ақбілектің кіршіксіз әппақ кеудесіне қара құзғын ұя салып кетті. Бұл алаш зиялыларының ішінде ең бірінші оққа ұшқан жазушы, ағартушы Жүсіпбек Аймауытұлының Ақбілек романы болатын. Оқиға Күршім Марқа өңірінде болған. Ақбілек есі кіріп көзін ашса, кішкене қоста өңшөң серейген жат орыстың ортасында екен. Оң қолын Ақбілектің үстіне артып, бетінің түгі шыққан жирен орыс жатыр. Бұл тозақтан құтылғысы кеп қанша әрекет жасап көрсе де, шарасыз екенін білді. Ақтың әскерлері өзара Ақбілекке таласты. Теке көз Тілмәш Ақбілекке жақындап, бұл үлкен төрі, сен үшін өлуге дайын, өзің көрдің ғой, сен үшін дуэлге шығып бір солдатты өлтірді. Өзге төрелер сені қатын қыламыз деп еді, бұл кісі оған болмады. Біз хайуан емеспіз деді. Бұл көп білетін ақылды жігіт деп мақтауын асырды. Ақбілек сонда әлгі дәретсіз, сүндетсіз жүрген, шошқа етін жейтін, елді қырып жойған, апасын өлтірген шадыр мінез орыстың искегені ме? Шынымен ақ төсіні арам денені ойнақтатып, ашылмаған қауынын арам пышаққа жарғызғаны ма? Иә, қызылдар күшейді. Қашып пысып жүрген ақ әскерлерінің уақыты бітуге таяды. Олар соғысқа аттанбақ болып жатқанда көбір-көбір әңгіме көбейді. Бірі Ақбілекті атып тастайық деді. Оған Қарамұрт көнбеді. Олар соғысқа кеткенде қоста қалған Ақбілек қашып шығып, ауылын іздеп, ен далаға жүре берді. Ақбілектің жанын жынның ойнағындай ойрандап кеткен өксікті күндер орыс мінген аттардың аяғымен бірге алыстап бара жатты. Ақбілек күрсінсе, бүкіл ел күрсінгендей еді. Жүсіпбек Аймауытұлының атылуына осы Ақбілек, Қартқожа романдары себеп болған. Жазушы бұдан бөлек Бүркеншік ат пен қаншама сын мақала жазған. Жүсіпбек жаңа орнаған үкіметтің кемшілігін айтып, ел басына, қазақ даласына қара тұман, ақыр заман орнай бастады деп жазып, айыптайды. Ақбілек ауылына оралды. Ел жұрттың сөзінен гөрі әкесінің суық көзқарасы жанына қатты батты. Сөз байласқан сері жігіт Бекболат та теріс айналды. Уақыт өте Ақбілектің аяғы ауыр екендігі біліне бастағанда, әкесі Мамырбай бұл үйден көзін жоғалтсын дейді. Біздің айтпағымыз жалғыз Ақбілек, немесе оның прототипі емес. Сол заманда отарлаушылардан қорлық көрген қаншама қыз-келіншектердің тапталған ары мен қаймана қазақтың көз жасы. Ал Алтайдың жаралы аруы Ақбілектің тағдыры не болды дейсіз бе? Ел көзіне қарай алмай, қалаға кеткен Ақбілек оқу білімнің арқасында қаншама қиындықты артқа тастап, Балташтай батыл азаматқа тұрмысқа шығып, ана болып, көп әйелден дана болып, кеудесіне бағы сыймай ғұмыр кешеді. Әйтсе де, Ақбілек трагедиясы бүкіл халықтық трагедия.